Моцарт, қазақстандық Моцарт ортамызда отыр. Қалың қалай балапан? Жақсы. Жағдайың қалай? Сен шынында да 4 жасыңнан бастап музыка шығарасың? Жоқ, 4 жасынан бастап мен фортепианода ойнап бастадым. Фортепианода ойнадың. Ал қанша жасында алғашқы? 5 жасынан бастап мен уже... Енді 4 жас, 5 жас. 5 жасынан бастап мен алғашқы шығарманы шығардым. Оны мен анама арнадым. Сол шығарманың аты Анашым. Анашым деп аталады. Осы уақытқа дейін қанша шығарманы жарыққа шығарды? 200-ден астам шығармам бар. 250 шығарма. Шамамен 10 жылдың ішінде, иә? Екі бауырың да сенің өнерді таңдапты. Ал? Енді екі ағам бар күйші. Бір ағамда 50-ден астам күйлері бар. Аға кітапқа енген ғой? Нұрайды біз енді тіркеп отырмыз. Бәрекелді. Шабыт қалай келеді, Нұрай? Қай кезде? Қалай? Ар кезде келеді. Ар кезде келеді. Осы отырғанда шабыт жоқ па? Келген жоқ па? Келейін деп жатқан жоқ па? Қалжың ғой. Әлде мысалы жаңа композиторларын сұрасаң үнемі таңға жоқ түсімде. Болады сондай, иә? Ұйықтар алдында өлең келіп, иә, Есей? Себепсіз, рұқсатсыз келеді ғой. Рұқсатсыз, кез келген сәтте. Сенде де солай ма? Иә, болады. Енді алда біз саған тек қана сенің туындыларыңды тек қана әлемдік жұлдыздар орындасын дейміз. Не дейміз? Пол Маккартни сияқты әлемдік Гиннес кітабына енгеніңді қалаймыз. Басы бар екен, міне аға бұйыртса, иә? Тапсырасыз ба? Тапсырайық. Ал онда, ресми түрде, дәл бүгін ең жас композиторға Нұрәлі Бейсеқожа. Мен сізді құттықтаймын. Сіз бүгіннен бастап біздің Қазақстан рекордтар кітабының кейіпкері болдыңыз. Яғни біз сізді Қазақстандағы ең жас композитор ретінде тіркедік. Сол жөнінде міне сізге мен кітабының сертификатын беріп тапсырып жатырмын. Бәрекелді, құттықтаймыз. Құттықтау бізден, қонаққа да сенен болсын. Нұрәлі. Қазір мен сіздерге өзімнің жаңа шығармамды орындап берейін. Ол шығарманың аты Шабыт. Шабыт деп аталады. Ал шабыт сенің қасында болсын, күндіз де, түнде де.